бірінші рет таныстық қой. Сол кездерде бірімізге сыни көзқараспен қарайтынбыз ше. Сынап. Біз Қытай медицинасы қазір дамып тұрған сәт қой, қарыштап. Соған байланысты арнайы бүгін осы жаққа келдік. Егер сіздерде андай мойыннан, белден, жалпы буын ауруларынан проблема болса, постоянно головные боли, постоянно бас ауырады, қол аяқ қақсайды. Сол нәрселердің орнына келтіріп, анамды емдету енді менің перзенттік парызым ғой, сондықтан да анамды бүгін осы жерге, осы орталыққа алып келдім. Алла қаласа бұл жақтан бір керемет нәтижемен шығамыз деген ойдамын. Оны алдағы уақытта мен сіздерге көрсетемін. Енді әзірге тәпіш-тәбіштен айтпай қойын, но бірақ шет жағасын түсіндіріп жатырмын сіздерге. Сол анамыз екеуміз келдік бүгін. Анам қазір бірінші иглотерапиясына кірді. Бір курс лечения алып көреміз, Алла қаласа. Одан кейін сіздерге результатын бөлсем бұйырса. Ал сәттілік анам жазылып кетсін деп тілеп қойыңыздар ағайын. Осы Маңғыстауда, қателеспесем Маңғыстауда Бейнеуде ме, Опорныйда ма, Өзенде ме, точно не помню. Андай 25 майда пытырласатындарың біледі, төбелесіп, бір Тайғазаның жанында бір площадьта бачыт болып, қойыңдар деп. Сондай видеолар болатын еді ғой, жіберсеңдерші қарайық. Нақ биыл тынышталып болдыңдар. Жылда төбелесетіндер ғой, ебі традицияларыңды. Биыл кім ұтып қойды? Кім жеп қалып айтып қойсаңдаршы, связьда болайық та шамалы. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар достар, амансыздар ма? Бүгін барша түлектерді оқу жылы аяқталуымен, мектеп бітірулерімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді алдағы уақыттағы үлкен өмірде тек сәттілік тілейміз барша түлектерге. Аман есен оқуларына түсіп, жақсы бала алуларына тілектеспіз. Дамыңдар, өсіңдер, болашақ жастардың қолында. Тосын жастар, давай сендер мықты болыңдар. Қайырлы күн достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Оны қытайша жазудан және мынадан түсініп тұрған шығарсыздар. Біз Медеу клиник деген орталыққа келдік бүгін. Анамды алып келдім. Негізі біраз уақыттан бері келгіміз келіп жүрген. Бірақ сәті түспей бүгін арнайы осы орталыққа келдік. Анама иглотерапия керек болып жатыр. Буын ауруларына байланысты мына жақта міне адай әдемі кабинетте отырып анамның бүткіл диагноздерін бәрін шығарып берді. Мықты осында врач бар. Сол кісінің нұсқауымен анамыз уже бірінші курс лечениесін бүгіннен бастап бастайды. Сондықтан да мамам жүрмей қайсы мама? Мамам уже бірінші лечениесіне кетіп бара жатыр. Сол Алла қаласа алдағы уақытта результатын көрсетеміз сіздерге. До и после мына жақта мықты врач бар екен. Енді кәдімгі диагноздарыңды түріңе қарап айта береді. Қандай диагноз бар, қандай ауру бар. Мамамның емделгеннен кейін өзім де емделсем ба деп жатырмын. Осындай негізі